Сүлеймен алейхиссалам барлық жәндіктің тілін білген, Алла тағала оған сондай не берген, қабілет, қасиет берген. Bir күні Сүлеймен алейхиссалам құмырсқаны ұстап алады да құмырсқадан сұрайды: ей құмырсқа, сен осындай бір уақытта, бір ай ма, бір белгілі бір уақытта қанша нәрсе жейсің дейді. Ол айтады: мен бір дәнді жеп таусам дейді. Бір ай екен сондай уақыттың шамасында. Содан Сүлеймен алейхиссалам жаңағын алады да кішкентай бір қорапқа салып, құмырсқаны ішіне бір дәнді салып жауып қояды. Содан бір ай уақыт өтеді, ашады қорапты. Ашса, құмырсқа дәннің жартысын ғана жеген. Сосын айтады: құмырсқаның тілін біледі ғой Сүлеймен алейхиссалам. Ей құмырсқа, сен бір дәнді жеп таусам деп едің ғой дейді. Сонда айтады: менің ризықым Алладан болған кезде мен уайымдамайтын едім дейді. Ал енді сен алдында не істедің дейді, мені ұстап қамап қойдың дейді. Менде еркіндік жоқ дейді. Мен жүріп тұрып, анда-мында ризығымды тауып жейтін едім дейді. Енді сен мені бір дәнге жаңағы шектеп қойдың да қамап қойдың, және сен пендесің ғой дейді Сүлеймен дейді. Сен шаруаң көп, ұмытып кетуі мүмкін сен дейді. Сен ұмытып кетсең, мен аштан өлемін ғой дейді. Сол үшін үнемдеп жедім дейді да. Қараңызшы, біз ризыққа уайымдаймыз ғой. Ойбай, квартирада тұратындар квартираның уақыты келіп қалды, кредитте жүргендер кредиттің төлейтін уақыты келіп қалды деген сияқты. Сондықтан әрбір нәрсенің ризықы Аллаға тән деп атады.